Кей адамдар көзде ақ пайда болған кезде ғана алаңдай бастайды, ал бұл катарактаның тым жетілген сатысы, көбіне ота жасалмайынша жағдай түзелмейді. Диагностика арнайы тексерулер арқылы жүргізіледі. Дәрігер көздің көру өткірлігін, көз ішілік қысымды өлшеп, қосымша зерттеулер жасайды да, нақты ем тактикасын анықтайды. Қазіргі заманда бұл ота 15-30 минут ішінде жасалады, ауыртпай өтеді. Адам көп жағдайда сол күні ақ үйіне қайтып кетеді. Егер квота арқылы жасалса, науқас стационарда 2-3 күн ғана болады. Отадан кейін 1 ай бойы арнайы тамшылар қолданылады, ал көру біртіндеп қалпына келе бастайды. Операция кезінде табиғи лайланған хрусталик алынып, оның орнына жасанды мөлдір хрусталик қойылады. Оның да түрлері бар. Кейбірі тек бір қашықтыққа жақсы көруге көмектессе, кейбірі әрі жақынға, әрі алысқа көзілдіріксіз көруге мүмкіндік береді. Жасанды хрусталик бір рет қойылса, ол қайта